Biz baklajandan bugün salat жасайын деп жатырмыз. Сосын баклажанды 4-5 қылып туралағаннан кейін осындай крахмалды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын осы майға қуырамыз. Осындай майға жасап қуырып, шығырлақ өте күшті салат болып шығады. Осы баклажансы қызартыңқырап қуырамыз, қызартыңқырап. Баклажансы қызарып қуырылды. Енді бұны сүзіп аламыз. Өзі ауытын өзі шығырлақ тұрады. Сондай болгарский бұрышымызды бұны да қуырып аламыз. Негіз бұның орнына светофорный болгарский бұрыш болу керек, кәдімгі қызыл, сары дегендей. А менде тек болгарский бұрыш болғаннан тек болгарский бұрышты қуырып жатырмын, болгарский. Баклажанның орнына. Достар, осыдан құйып аламыз азынтай. Кейін осыдан қосамыз азынтай. Сосын үстіне шешесін қосамыз, жаңа өткердің көркадан. Осында дәмдеуші қосамыз, универсалный. Сосын жақсылап араластырып, 1-2 минутқа қойып аламыз. Оған дейін салатымызды заттарын дайындаймыз. Оған азынтай тұз саламыз. Әркім жетерлікті қылып. Достар, осы баклажанымыз осындай қышырлақ қып қуырдық. Күшті. Қышырлақ қып қуырғаннан кейін, мына қуырған болгарский бұрышымыз, огурцелеріміз осында үлкен-үлкен турап аламыз и помидорымыз. Соған біз баклажанымыз саламыз. Осындай қуырылған етті саламыз. Сосын үстіне укроп саламыз. Укроп саламыз үстіне. Бағана араластырғанымызды үстінен құйып шығамыз. Сосын осында күнжіт бар, сол күнжітімізді үстіне себеміз. Азынтай, көп емес. Сосын осыны араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Өте дәмді. Как ресторанский.